сәлемімді қабыл ал, әйбәт өмір әлемі. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Құрметті ата-аналар, қонақтар, ұстаздар, бүгін біз 4 жыл мәпелеп, күтіп, тәрбиелеген бүлдіршіндерімізді ұямыздан шырып, мектепке шығарып сала отырмыз. Олардың әрбірі балабақшадан білім деген ірге тасын қалап, мектепке үлгілі оқушы болуына сеніміміз мол. Әрине, бұл да үлкен той. Тойларыңыз құтты болсын. Балаларға қадамдарына гүл бітсін, талаптарына нұр жаусын деп отырып, қош бол балабақшам атты ертеңгілігімізді ашуға рұқсат етіңіздер. Қол қиын, оқып тұрмыз баршамызда. Бұндай күй болғанызда баршаңызда. Қол соғып қошеметпен шақырайық, гүлдер тілектерін ортамызға. Әртіс қыз, әнші Кәусарға қыр гүліндей жайнайды, алғыр әрі тәртіпті Алиханда білімді. Ибалы, ұян үнжуде, оқып санап біледі, намысты қолдан бермейді, арсен біздің өнерді. Білсем дейді барлығын, ұғымдал бала ерхан, сүт сүйкімді айғи, әрдайым күндеп жүреді. Өнеріне ерекше ағлан көзге түседі, көркем мінез иназ жинап атқыз еді. Оғыздың ертесі шапшаң бала әлім, мың бұралып білейді, Илана қызымға мың алғыз. Көрікті бала дарын, білімге еш тоймайды, әдемі қыз Карина, шебер қол суретші. Әлімхан ашық мінезді, тындырады бар істі, сөз табады сауықшыл және де сөзкесі. Салмақты өзі ақылды, ералы біздің ұлымыз, күлімде бәрге жүреді аруда қызымыз. Мың бұралып берейсің, Дания біздің әдемі, елгезек бола сырым, білсем де құлақ еді. Сыпайы әрі сүйкімді, ай көркем жүреді күлімде, көп сөйлемей ислам, жүреді ылғи білсем де. Білімді бала әртіс уақытын Мұхаммед рөл ойнайды. Алматы қыз Айсан амда ақылмен бәрін ойлайды. Әжесінің ертесі сырым біздің салмақты, сауран біздің салмақты. Бақшасымен қоштасып, аяру мектепке бармақшы. Тобымыздың ертесі
Айша қызымыз бөлімге. Қошеметтеріңіз ата-аналар. Рахмет. Жаңа өмір басталсын, үміт сенім ақталсын. Алғашқы бүлдіршін вальсі көңілге мәңгі сақталсын дей келе. Гүлдер тобының әсем вальсіне берейік. Көшедегі ажарлы шаттығы бар шуақты өзіміздің үйіміз сияқты демекші. Біздің балаларымыздың орындауында біз бақытты баламыз әнін қабыл алыңыздар.
барады, тақпақ айтып бір-бірден қимай кетіп барады. Ал ендігі балаларымыздың балабақшаға деген жыр шумақтарына Ерхан келіп отыр. Бала-бақша, шаңырағым шаттым, бала-бақша қорғаны, балғын сәбир жас. Ұстаз болған баршаға, ардақты жан қаншама, шәкірттің күнде қуансын, шашамас, ұстаз шашамас. Керемет, қош беттеріңіз. Жанерге келіп отырсыз. Қуанамыз, қимаймыз, қуанышқа мүңгіріп, бақшамызды қимайбыз, ұста саттың күн бүгін. Оқимыз, білін аламыз, болашақ жолын саламыз. Бақшаменен қоштасып, біріншіге барамыз. Алдымдағы балалар мектепке кетіп барам, тақпақ етіп қимай кетіп барам. Өте жақсы. Рахмет. Дарина келіп отыр. Қоштасып балабақшамен біріншіге барамыз. Өте жақсы. Қошеметтеріміз әлім келіп отыр. Балабақша базарға көшедегі ажарлы шаттық бақ шуақты өзіңіз сияқты мектепке енді барамыз, өткелі оқушы боламыз. Жақсы оқып, сабақты кілем естіп аламыз. Құшағымда жарқылдап өтті сәби күндерім, бей биледім ән тыңдап, аламдауды білмедім. Отан біздің анамыз бақлы, әбелеге анамыз ағда болып бана, біздің тепке барын оқып білім қарам. Текестен баламыз, сабақ қылаймыз, қасықты аламыз, болмасын сіздерге кеп туамыз. Балабақша жетәрін тәтті өтті, сыныпты өттерінде сынап өтті. Қошеметтеріміз Дания келіп отыр. Біз ақылды балам, жеделеп ой санам, бақшамызбен қоштасып мектепке енді барамыз. Өте керемет. Қошеметтеріміз ата-аналар. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер балалар. Топтарыңа барсам, жоқсыңдар. Ой, үлгердік қой. Біз әпкелі сіңлілеріміз жаманқұлықты. Сіздер кімсіздер? Тәтелерсіздер ме? Тәтелер емеспіз біз. Біз жаманқұлықты әпкелі сіңліміз. Бұнда не болып жатыр екен? Біздің балалар жаман қылықтар жоқ, ақылды балалар. Қайдан жаманқұлықтар жоқ? Таңертең асты ішпеймін деп жылайтын кімдер? Кімдер? Балабақшаға келмейміз деп жылайтын кімдер? Кім балабақшаға жыламаймыз деп жылайды? Ой, жарайсың, әкелбесті. Біздің адам екесің. Алтын таңғы аста ботқа жемейім деп жылайды. Әкелбесті. Ой, жарайсың, біздің адам екесің өзі. Әні көрдіңдер ма балалар? Бізде балалар бірінші сыныпқа сөмкемізде дайын. Ой, қандай үлкен сөмке бұл? Міне. Бұл сөмкеде де Наным бар, қарным Нан не ашып үшін? жеймін. нан жейміз. Ал телефон көргіміз келсе телефон көреміз. Міне менің нан. Жоқ, біздің балалар мектепке бармақшы, балабақшамен қоштасып жатыр. Солай ма? Ал жарайды. Балалар, айтыңдаршы маған, әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз оқимыз, жазамыз, көреміз. Білмеппін. Ал дыбыс дегеніміз не екенін айтып беріңізші балалар. Дыбыс
немен белгіленеді? Қызыл текшемен. Керемет қой. Дауыссыз дыбыстаршы. Дауысы көк. Көк текшемен, иә. Ой, Ал енді, балалар, сөз неден тұрады? Сөз тұрады әріптен. Өте жақсы. Керемет. Құдайның бәрі білген ғой. Иә. Бізде балалар ақылды, білімді. Біз мектепке дайынбыз. Солай біз. Олай болса мен сауат үшін негіздеріне тапсырма алып келдім. Ойнайсыңдар ма менімен бірге? Жарайды, қазір ашайын. Сөмкемді ашайын. Ал менде әріптер бар. Мен қазір мына жерге шашамын. Әріптерімді көрейік қазір. Кірмеге екен. Бәрін білейін деп қойды. Иә, тексеріп болады. Келесі ойынға часында қалған балалар. Балалар, білмеңізден. Ал жарайсыңдар балалар. Келесі балалар келесі ойынға шығасыңдар. Ал жарайсыңдар балалар. Керемет. Керемет. Кешіріңіздер. Ал керемет жарайсыңдар балалар. Ал айтыңдаршы маған, бұл қандай әріп Милана? Ал бұға қандай сөз білесің? Батта. Бардым. Жарайды, біздің балалар сөзге қойылады. Керемет. Ал құрап берсінші маған сөз. Балалар, біз балабақшамен қоштасып қайда барамыз? Мектеп. Онда мектеп сөзін құрап берейікші. Қанекей, тез-тез. Мектеп. Қанша буынға бөлінеді екен? Мектеп. Балалар, бөліп жіберейікші буынға. Қанша буынға бөлінеді? Ал сабақты қоян сатыңға. Сендер мектепке барғаннан кейін сендерді кім деп айтады? Оқушы. Оқушы сөзін құрап жіберейікші, Қанекей. Бір, екі, оқушы сөзін буынға бөлейік. Оқушы. Қанша буын? Үш, дұрыс айтады. Жарайсың, шабақтап қоян сатыңға. Жарайсың. Осы беттері. Керемет бәрі білген ғой бұлар. Жарайсыңдар қыздар. Өте жақсы екен. Көрдіңіздер ме? Біздің балалар сауалдашу негізінен Бәрі өте білген ғой. біздің өнеріміз Сауалдаушылықтар жоқ қой бұл балалар. Жарайсыңдар балалар. Керемет. әліппе білім анасы, әліппе кітап данасы, әліппе бетін ашпаған адам бар ма баласы? Қыздарымыздың орындауында сауат ашу биін қабыл алыңыздар.
кәсібиші де өнерлі. Балалар. Сендер математика негіздерін білесіңдер ме? Сендер жаман қыздар екен. Ал сендер сандарды білесіңдер ме? Кәне маған көрсетсінші маған. Ой, қайғалтам деді. Мыналардың сандары. Сіңілім. Сөмкеңіз өте үлкен екен. Оның ішінде нан бар. Біз қарнымыз ашса жейміз ғой. Апай. Жоқ, біздің балаларымыз нан жемейді. Сабақты жақсы оқиды. Мектепке ақылды балалар болып барады. Жаман қылықтарын тастап кетеді. Кәне көрейік. Біздің балаларымыз түрен. Ал, бірден 10-ға дейін тұра кетті. Бірден оңай тұрамыз. Ал, Қанеке, кім санап жіберді балалардан? Кәне санауға шыналған. Бірден 10-ға шейін тұрған. Тура және кері санап беріңізші. Ұстап тұрамыз. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Көрдіңіздер ме? Балалар, Қанеке, Осы бастағы жақсы апасын мен боламыз ғой. Соға сөйтеміз. Қанеке, сандарыңызды жинап алсаңыздар болады. Біз келесі ойынға да дайын. Қызығып кеттік апай енді. Ал балалар, орныңызға Қанеке тұра қалайық. Бізге тағы бір тапсырмалар бар екен. Я, бізде тағы да бір ойын бар. Қанеке, балалар, ойнаймыз ба? Қанеке, ойнап жіберейік. Есеп бар. Кім бұл қорапшадан шығарып, есеп шығарып дейін? Кім екен маған есеп шығарып? Абылай шыға қойшы кет. Ал екінші жақаға Ерхан шыға қой. Ерхан шыға ғой, екінші қорап. Көрейік. Қанеке, Балалардың немересі. біреуін аламыз. Оқимыз. Кәне дауысыңды шығарайықшы. Ерхан айтады. Нешеге нешені қосса? Өте жақсы. Бәрін үйренген ғой. Ал абла, сенде қандай есеп? Қанша? Ой, ал екінші есепке янға. Ай, көркем шыға ғой. Келесі қорапқа Айхан жіберейік. Айхан шыға ғой келесі. Кәне Айкөркем нешеге нешені қосса? Көрсейші Аналарыңызға 2, 4 болады. Өте жақсы. Бәрін білесіңдер. Қанша қосқан кезде 5 болады сенде? 3-ке қосқан. Қанша болады? 5. Ал үшінші есепке арбуғына келе ғой. Ал екінші күлбаны шыға ғой. Қошеметте болыңыздар, балалар. Милан дауысыңды кәне көтеріп шығаршы. Аналарымызға санды көрсетеміз. Айта ғой. Нешеге нешені қосса? Әпкем, тоқтай тұр, әпкем. Жақсы. Төртке қосам 2, 6 болады. Ал бірінші есепке елна шығады. Және егер алғышысың. Ал сіңірім баста. болады. Жардай, Айта ғой. 8. Айта ғой. Қанша болады? Қанша болады? Қара. Қанша болады? Жарайсыңдар. Көрдіңіздер ме, біздің балалар өте талантты және ақылды.
Ал балалар барлығын біледі екен, ақылды, талантты, бірінші сыныпқа дайын екен. Керемет біледі екен бұл балаға. Осы бастан біз жақсы әпкелі сіңілі болайық. Келісемін. Сіздерге жаман қылықты тастап, жақсы қылықпен бізбен бірінші сыныпқа барыңыздар. Жарайды. Сөмкелеріңізді дайындаңыздар. Нан, телефон деген болмасын. Сау болыңыздар. Сау мерекені тойлайтын біз бақытты баламыз. Үлкендерді құрметтеп, айтқан тілін аламыз дей келе, Кәусар қызымыздың орындауында біз бақытты баламыз әнін қабыл алыңыз. Бала тілі бал демекші, балаларды балабақшада балалар әңгімесінен Мен балабақша келген кезде қатты жылаймын. Мен балабақша бармаймын, адыларды бәрі шашатамын. Мен қашықты дұрыс салмайтын, мен тамақты түзетемін, мен тәрбие
апайым көмектесіп етеді. Мен түсте ұйықтағанда кезде қаламайды ма? Содан тәрбиеші апай айтады, кім бірінші ұйықтайды, сол бала ұйықтамайды. Содан үнемі ренжіне. Мен болсам балабақшаға ұнататын кейбір бала сұлай келеді. Неге сұлайды? Мен түсінбедім. Үйде отырған қызық емес. Батада бар беске осына соз қысылатын. Үлкендер-ай! Бүгін балабақшада ұзынды күндер өткіздік, ойнадық, күлдік. Ал тәрбиесіміз ертегі оқып білімімізді кеңейтті. Балабақша біз сені қатты сағынатын боламыз. Біздің әнші балаларымыздың орындауында тәрбиеші Бағбаны мәнін қабыл алыңыздар. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген дарындылардың мекені дегендей, түлектеріміздің орындауында үздік оқушы атты кішігірім көрінісімізді қабыл алыңыздар. Алло, қызбам қалың қалай? 10-шы бөлімді көрдім. Телехикаяны үзбей көріп жүрмін. Содан бала сөмкесін сүйретіп, Сәлем, анашым, маған көп тапсырма берді. Есіктен әрен алып шықтым. Орнынан қозғалтамаймын. Балам, сен сауығынды ойла. Мен маңызды әңгіме айтып отырмын. Тамағынды ішке, далаға барып ойна. Бала сөмкесін сүйреп, әкесін
Ағатай маған көп тапсырма берді. Жылағым кеп тұр. Есіне бабам етробада қиындат, боран соңған. Өте қызықты мақала екен. Газетті бекер Одан бала сөмкесін сүйретіп, әпкесімен ағасына келеді. Әпкетай, мені қиындыққа қалдырма. Мені алаңдатпа, мен ән тыңдап отырмын, ғана бар. Ағатай маған көп тапсырма берді. Шаршап кеттім. Одан баласы Келе жатым құлыны. Ұйқым кеп тұр. Сіздің көмегіңіз керек. Жарайды құлыны. Бойындағы білімім саған да жетер. Жүре ғой. Рахмет әжетай. Айтақшы ертең жүргізушінің киімін ұмытып кетпейін. Ертең жүгіруден жарысамыз. Өтіп қалыппын ғой құлыны. Жүре ғой. оқу жылы бала өзімен бірге жетістік әкелді. Еш күмәнсіз ең үздік оқушы кім болды екен? Көрейік. Ең үздік. Ең үздік оқушы әжемізге мың алғыс. Біздер балаларымыздың қасында әрдайым әжелеріміз аман болсын демекшіміз. Қуаныштан шаттанып, той тойлайық алақай, көңілденіп шаттанып, би билейік балақай демекші ұлдарымыздың орындауында портфель биін қабыл алыңыздар.
бақшада қызықты той басталсын, бала бақша түлектері әдемі ән шырқасын демекші, біздің балаларымыздың орындауында сау бол бала бақша әнін қабыл алыңыздар. Құрметті қонақтар, қадірменді бітіруші бүлдіршіндеріміздің өздерін жолын басатын, өздерінен кейінгі бүлдіршіндерге білім кілтін тапсыратын салтанатты жасауға рұқсат етіңіздер. Бітіруші гүлдер тобының өнерге құштар, білімге деген талпынысы зор, алғыр да ақылды бүлдіршіндеріміз Төлеубек Алихан, Маратова Милана, Мұратбек Каусар өз тобының білім кілтін алғыр да зерек қарлығаш тобының бүлдіршіндеріне аманат етіп тапсырады. Дәрісте бала боламыз, қостас бала бақсамен біріншіге барамыз. Бірге ойнап, бірге жүрген күндерді біз қаймаймыз, естелік көзім біздерден кітап қалам сыйлаймыз. Мектепке әлі бармаймыз, ақ жол тілеп сіздерге ақ тілекті арнаймыз. Жақсы оқып мектепте тәртіпті болып жүріңдер, жаманға көзетпейтін қойында білімге. Біздер тобы тапсырған. Жақсы оқуға ант етеміз қарлығаш тобы атынан. Білім кірттім, ұстапсың қолына, тапсырам аманат жолы қарлығаш тобына.
ата-аналар, бүлдіршіндер, мектеп алды топтар өздерінің білім кілтін аманат етіп тапсырды. Ересек топ бүлдіршіндері осы балалардың аманатын биіктен көрсете беріңдер. Бақша біздің панамыз, мектеп біздің анамыз. Ұлағатты ұстаздан оқып білім аламыз екеле. Айлин қызымыздың орындауында ұстазы мәнін қабыл алыңыздар. болашаққа жол саламыз. Бала бақшамызбен қоштасып, біз мектепке барамыз. Аяулы түлектер, сіздерді 4 жыл бойы қамқорлық көрсетіп, жақсылық үйретіп, тәрбие берген бала бақша ұжымы келіп отыр. Сол кісілерге жақсы лебіздеріңізді білдіріңіз. Қанекей, Арсен келіп. Гүлден жүрген бақшаны меңгерушіға жақсы адам, сондықтан да біз үшін артықсыз басқа адам. Ғалия Хамет қызыға мың алғыс.
Өткенбіз өнеріміз шетіміз шеберін бастатыған әндері мың булаған билерді үйреткен Дианың қызымыз. Диана апайым Господь біздің досымыз. Күш қайға санады, Господь біздің досымыз. Райды санады. Тана Жекбайұлына дөп рахмет. Қанат Жекбайұлына көп рахмет. Өте жақсы рахмет. Айдын келе ғой. Денсаулығы болаттай, ауыр алды солаттай, күнде сүрген әгібер, қамқор сұрыстаргер, Мейірім Әлиқанұлына мың алғыс. Тәтті тамақ көрсетіп, район жетті өткізді, аспан суға сіздерге айтамыз деген мың алғыс. Өте жақсы. Асылашыларға мың алғыс. Алимхан келе ғой. Алимхан. Алимхан келе ғой. Айта ғой. Баптапты қаралған күнін кені сақсатам, ақ төсекке саққызған, басымыздан жипалған, Айда апайымызға көп рахмет. Қиыла батқан таңдай жолы жүзі, сүйсіндірген баршаны әрбір ісі, бала үшін еңге беткен, аянбай сөйлеуші Асланға мың алғыс. Дәуле апайымызға мың алғыс. Жазып жүреткен әріптерді оғытқан, санамақты жаттатып санауды бізге үйреткен. Жақсы болса қуанған, қате болса кешірген. Айла Рахман қызы мен Бұлғын Сатбек қызына айтамыз біз мың алғыс. Талаптарымызға мың алғыс демейсіз. Өнер десе өрлеген, биіктерден көрінген балаларымыздың орындауында шаттық көңілді флешмобқа берейік. Қанеке балалар. Өзенді сағынасың, бәрімізге бағынасың, жаңалықпен танысасың, айтыңдаршы, бұл қай жер өзі? Ойдыратын, бейбелетіп жандыратын, әсем әнге салдыратын, айтыңдаршы, бұл қай жер өзі? Суретті салдыратын, алғаш білім алдыратын, айтыңдаршы, бұл қай жер өзі?
тілек, болашаққа бас тілек. Біздерге білім үйреткен бақшамызға көп рахмет ете отырып, Илана қызымыздың орындауында бақшамызға мың алғыс әнін қабыл алыңыздар. бір болсын қайда жүрсек тілегіміз. Бірлік барда тірлік бар деген бабам, бірлікпенен бірге соқсын жүрегіміз келеді. Құттықтау сөзді балабақшамыздың меңгерушісі Ғалия Қаметқызына сөз береміз. Құрметті балалар, енді сіздер үшін де біздер үшін де ерекше күн. Бүгінгі қанша запрет жасаса да енді осы негіз осы балабақшада осы сіздер қоймай келіп жасаймыз деген еді. Ол бір жағынан өте жақсы нәрсе, бала үшін бәрін жасап жүрміз, бала үшін өмір сүріп жүрміз. Баланың әрбір бір сәті қуаныш бізге ата-ана үшін. Енді сіздерге алдымен көп рахмет айтқым келеді. Өте берекелі, сондай проблема создавать етпеген, жақсы ата-аналар, жақсы топ жиналған. Балалар да өзі сайдың тасындай бір қалыпты балалар жиналған. Ұлы мен қызы бірдей сондай дарынды барлық әнші, биші, суретші, спортшы, қай саланы алсақ та біздің балалар деген керемет жақсы өсті. Енді барлықтарыңыз білесіздер, біздің балалар мектеп алып даярлық тобы болғандықтан бірінші сыныпқа қорықпай балаларыңызды беріңіздер. Себебі біздің білесіздер, облыс деп айта алмаймын, қала бойынша мен жақсы білем, біздің балабақша мектепке жақсы балаларды дайындаймыз. Бізден шыққан балалардың алды барлығы грантқа түсіп жатыр. Мен өте үлкен қуаныш. Біз мектептермен, жоғары оқу орындарымен жұмыс істейміз. Сол жерде біздің балалар мониторинг жасап отырған кезде біздің балаларымыз өте жоғары деңгейді көрсетеді. 20-24 Назарбаев мектебі болсын, жаңағы турецкий лицей болсын, любой тесттен біздің балалар өтіп жатады, қорықпай.
қаншама алтыда кеткен балаларымыз, ата-аналарымыз әрқашанда рахметін айтады. Сол сіздерге де солай жалғасын таба берсін, осы еңбегіміз ақтала берсін. Мыңда бір рахмет сіздерге. Осындай жақсы балалар тәрбиелеп, бізге әкеліп, бізге жұмыс бергендеріңіз үшін жұмыс істеп жатырмыз. Семьяларымызды асырап жатырмыз, осы балалардың арқасында өмір сүріп жатырмыз. Көп сіздерге рахмет. Балаларымыз мектепте жақсы оқығанға енді сіздерге аманат. Осы жақсы дайындап берген апайларымызға көп рахмет. Әлия апайымызға, Бұлғын апайымызға. Анау кішкентай кезінен қазір бұрындар айтушы еді ғой, тардай келіп таудай болып шығады деп. Қазір айтамыз, памперспен келіп, қолдарына соткаларына уже дайын болып мектепке шығады біздің балалар. Сол енді балаларымызға сәт сапар тілейміз, жақсы оқысын, жақсы білімді, білікті, еліміздің мықты азаматтары өссін, азаматшалары өссін, әрқашанда ақ жол тілеймін. Құтты болсын. Енді балабақшаны аяқтаған туралы мына дипломда дайындалып отыр. Осы дипломмен мінекей, осы диплом гүлдер тобы номер 5-ші ясли балабақшасының тәрбие алып, әдепті де тәртіпті балақай болып бітірген үшін берілді. Мұнда өз алғашқы достарымен танысып, бірге топта ойнап күліп, алғаш рет білім нәрімен сусындады. Дарынды, тәртіпті бала екенін көрсеткен біздің сүйікті түлегіміз жарылқасын Арсен марапатталады. Тұңғыш мінеки дипломы. Осыдан мінеки жақсы бала деген атпен шықты. Өмірде де жақсы азамат болсын. Маратова, Милана Маратова. Атасының баласы. 4 жыл бойы атасы бірге жүрді. Так, Саматова Айсанам. Ойрат Айкөркем. Әр сезонның бір активный. Әр сезонның бір активный баласы болды өзі. Айкөркем кішкентай кезінен активныйды, маған тартқан деп күлемін. Сол бейбек екеуміз бірдейміз. Қалды, менің қызым болды. Тұрыспек Жанерке. Қара Жанерке. Төлеубек Алихан. Сері жігіт. Мамасына көп рахмет. Әрқашанда шырылдап жүреді біз балабақшада. Сағит Аяру. Бірінен бір өткен красавицалар. Аяру Маландра. Ерлік Сауран. Сауран Маландра, Сауран. Кішкейтен өтір. Қара. Так, Жаслан Дарина. Маландра Дарина. Болат Дарын. Дарын Маландра, төмен стачка. Диплом төмен ста.
Қараймыз маған. 1, 2, тағы да, 1, 2, 3, тағы да. Манат Айын. Талант Айында деймін. Маған қара. Қараймыз. Маған қара, суретке қара. Дархан Алим. Так, Мирхан Алимхан. Дөңгелек. Мұратбек Каусар. Дайырбек Ерхан. Төмен жүр кішкене. Төлеғали Ералы. Тағы да. Так, Ахметжан Дания. Басын көтер. Дархан Ағлам. Маған қарай ба. Қараймыз, қараймыз. Қанабекова Айша. Біздің ерке тотаймыз. Айша, келу ғой, сіташ былай. Айша, Айша маған жаққа қара. қараймыз. Суретке қараймыз. Қара маған қара. 1, 2, тағы да. Байысқа Ділмұхамед. Мұхаммед маған қара. Нұрболат Сырым. Сырым қарамады. Айтқожа Аруна. Мақсат қызы Інжу. Булат Елназ. Қараймыз. 1, 2, 3, тағы да. Ал енді жаңа айтып жатырмын, негізі бөліп жаруға да болмайтын еді, бірақ енді сол қай жерде болса да қоғамда бір 5-6 адам ұйытқы болып, әрқашанда идея тастап жүреді ғой. Сондықтан енді бұл жалпы осы 25 баланың ата-анасының еңбегі, соның ішінде енді іштерінен өздері шығарған екен, ата-анаға алғыс хатымыз бар. Ата-анаға алғыс хат Башчекулова Айдана Қалымбековна балабақшаның қоғамдық жұмыстарына белсене араласып, және үлгілі тәртіпті бала тәрбиелегеніңіз үшін алғыс айтамыз. Бәріңіз
Ерғалиевнаға марапат. Бәріміздің де ауысына Қошабаева Айгүл Төлеубайқызы. Осыңыз көп нәрсе бәріміздің де Жармұхамбетова Аңсаған Сейілбек. Бүгінгі той бәрімізге қошеметтеріңіз ата-аналар. Ал балалар тынышталайық. Қошеметтеріңіз балаларға құрмет, ата-аналарға құрмет. Бүгін той бәрімізге құтты болсын. Деніміз сау, аман есен, мықты болсын. Мектеп есігін әрқашан ашық болсын. Біріншіге баратын қадамымыз құтты болсын демекші. Құрметті осы мерекеге жиналған қонақтар, құрметті ата-аналар, бала біздің болашағымыз, еліміздің ертеңі. Сол ертеңгі ел тізгінін ұстайтын ұрпақтарымыз тәрбиелеп, бойына ізгілік нұрын сеуіп, мына отырған сіздер мен және біздер. Міне бүгін біздер осы бүлдіршіндерімізді мектеп даярлап шығарып салғалы отырмыз. Осы балаларға сәт сапар тілейміз. Енді осы балалардың ақ жол, ақ батасын берсеңіздер. Алиханың апасы, Айкөркемнің апасы, Әлімнің апасы және Милараның апасын төрге шақырамыз. Ақ баталарымыз. Ал енді құрметті ата-аналар, осы балабақша, 5-ші балабақшаның меңгерушісі жаңағы Ғалия Қаметқызы, сіз бастаған осы ұжымның бәріне үлкен рахметімді айтамын. Өйткені сіздердің міне балабақшаларыңыздан өзімнің тұңғыш немерем алып келіп, өшеді міне 4 жыл бойы сіздерден жаңағы қалай дәріс алып дейік енді, дәріс алып міне аман есен шығарып салып жатырсыздар. Қол аяқтарыңызға дерт бермесін, аман есен болыңыздар. Осы кішкентайларымыз өшеден бір жақсы мектептерге барып, аман есен бітіріп, осы сіздердің жаңа сіз айтқан соның бәрі орындала берсін. Рахмет сіздерге. Құрметті Ғалия Қаметқызы, тәрбиеші және тәрбиешілер, күтуші апайлар, бүгін сіздерге біздің алғысымыз шексіз. Бүгін сіздерге үлкен қуаныш, мереке, балаларымыз балабақшаны бітіріп, мектеп табалдырығын аттап жатыр. Балаларымызды білім беріп, оқытып, үйретіп, жазу жазып, мектеп табалдырығына аттандырып жатырсыз. Қадамдарына нұр жаусын. Сіздердің жұмыстарыңызға мың алғыс, бас иеміз. Тек қана жұмыстар биік шыңдардан көріне беріңіздер. Әрдайым биікте болыңыздар. Жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Балапандарымызға сәт сапар. Ғалия Қаметқызы, біздің тәрбиешілер, Алия апай, Алла апай, Айгүл,
барлықтарыңызға көп рахмет. Осындай балапандарыңызды тәрбиелеп, өсіріп, мектепке дайындыққа дайын болып жатыр. Алғысымыз шексіз. Балапандарымызға ақ жол тілеймін. Әрдайым жолдары ақ, болашақтары жарқын болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ата-аналар бәрі керемет, ата-аналар ұжымы керемет, жақсы. Барлықтарыңызға рахмет, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болып. Осындай балапандарымыздың жақсылығын көріп, арғатай шақылап жүре берейік. Рахмет біздің балабақшамыз апайларына, осындай балаларымыз тәрбиелеп, мына мектепке шығарып салып жатыр. Рахмет сіздерге, көп ата-аналарға, балаларымызға жақсы болсын. Ал енді осы ұжымның ата-аналарының атынан осы меңгерушісі, осы 35-ші балабақшаның құрметті Ғалия Қаметовна Молдаханова, сізге кәсібилігіңіз, кішіпейіл қарым-қатынасыңыз және біздің балаларымызға назар салып, қамқорлық көрсеткеніңіз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Сізге төзімділігіңіз, мейірімділігіңіз және баланың тілін таба білгеніңіз, сондай-ақ топта жылы және жайлы атмосфера құрғаныңыз үшін рахмет айтамыз. Сіздің саналы басшылығыңыздың арқасында біздің балаларымыз достықтың өздігінен жұмыс істеудің қуанышын сезініп, ой өрісін кеңейте алды. Сізге зор денсаулық, бақыт және сіздің қиын, бірақ сондай маңызды жұмысыңызға сәттілік пен жетістік тілейміз. Сізге бүкіл тобының ата-аналары және де алғысқа құрметті Әлия Рахманова Ниязқұлова. Рахмановна Ниязқановна. Тура осындай сөзбен жаңа кісінің несінде сізге де ата-аналар құттықтаймыз. Және де сондай алғыс хат жаңа жазу айтқан тың жүректен тура жаңа кісінікіндей құрметті Бұлғын Сарқытбек қызы Қазақбаева. Сізді де осы өзгер ниетпен білген тойының ата-аналары атынан құттықтаймыз. Еңбекпен жемісті болсын. Алғыс хат құрметті Айгүл Оразаевна Орынтаева. Сізге де тура жаңағыдай айтқан Балаларымызға ақ жолмен шығарып салайық ата-аналар.
жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке, мектепке. Атай менен әжені құрметтейді бар елі, тәрбиеші апайлар болсын сондай әдемі. Сәбилердің сәлемі көңілімнің сәнеді, сәлемімді қабыл ал, әйбәт өмір әлемі. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке, мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамызға мың алғыс, аттандырған мектепке. Балалықтан өтекте, даналыққа жетекте, бақшамыз